таратылған. Бабалардың батырлығы ханмен бойға таратылған. Ассалаумағалейкум құрметті бауырлар, ассалаумағалейкум құрметті қазақ елі. Бауырлар, бүгін біз өзіміздің еліміздің бас шаһары Астана қаласына жиналып тұрған жайымыз бар. Bu жақта Қазақстанның түкпір-түкпірінен жиналып, Алтай мен Атыраудың екі арасындағы алып атырап Қазақстанның бүкіл түкпірінен жиналған өзінің мүлігін, өзінің затын, өзінің ақадал ақшасына алған мүлкін, бала-шағасын аузынан жырып алған осы заттарымен нәпақа табамын деген азаматтар келіп тұр. Бұл жақта ешкім бір басқаша бір жаман ойлар, жаман заттар көздеп жүрген ештеңесі жоқ. Ертең біз осы Астана қаласында өнеркәсіп және құрылыс министерствосы Астана қаласында орналасқан. Сол жақта сағат 3-те жиналуымыз керекпіз. Жиналыс барысында еліміздегі өтел және алғашқы тіркеу салық жарнасының бағасын түсіру туралы талап уәждеріміз бар, ұсыныстарымыз бар айтады. Және де осы елімізге 1 қыркүйектен кейін кірген автокөліктердің мәселесі, солардың бәрін талқылағымыз келеді. Біз төлі барысында жақсы кәдімгі заң аясында конструктивті диалог істегіміз келеді. Енді қазір бүгінгі біздің таңда осы қазір бізге көрсетіп отырған неше түрлі қитұрқы әрекеттерді балаймыз бұның бәрін. Автокөлігімізді қамау жақсы, оның бәрін түсіндік. Сабырға келіп, ертең біз ең басты көздеген бағытымыз ертең өнеркәсіп және құрылыс министерствосына барып, сол жақта Қазақстан Республикасы әкімшілік полицияның өкілдері, министерство құрылыс және өнеркәсіп министрінің өкілдері, генералдық прокуратурадан бас прокуратураның өкілдері бәрі келіп, сол жерде жақсы жиын болып, сол жақта нағыз конструктивті диалог болып, нақты күшті халықтың пайдасына шешім алып кететінімізге сенімдіміз. Біздер осындай әлемнің төрінде орналасқан 9-шы өзінің жердің көлемі 9-шы орын алатын мемлекетті қорғап қалған Ақбілектің күшімен, Ақнайзаның күшімен қорғап қалған бабалардың ұрпағымыз. Біз ендігі қалғанда өз автокөліктерімізді сіздердің өздеріңіздің істеген ойларыңызға беріп қойып қарап қалмайтынымызды ескерте кетеміз. Бұл ешқандай қорқыту емес, ешқандай провокация емес. Бұл нағыз қазақ елінің бүгінгі позициясы. Енді осы біздің бүкіл видео үндеуімізді осы күнге дейін бұл азаматтардың бәрі өздерінің жекеге арзан алып келген машиналардың құқығын қорғап жүр, қазақ елінің мәселесі айтпай жүр деген азаматтарға құлақтарын алтын сырға. Елімізде өтелмен алғашқы тіркеу жарнасының бағасы өте қымбат. Сол үшін елімізде логистиканың ақсап тұрған жайы бар. Сол логистиканың ақсауына байланысты біздің елімізде тұтынатын азық-түліктердің бәрінің бағалары қымбат. Айтсақ, оның шегі жоқ. Осы қазақтың басына экономикасына індет болған алғашқы тіркеу салық жарнасы мен өтел алымының бағасын түсіруіміз керекпіз. Сол үшін бәріміз күш біріктіруіміз керекпіз. Құрметті бауырлар, ол әлеуметтік желілерде болсын, немесе келіп қатысатын болсақ та. Енді біз бұл жақта келіп тұрған азаматтар бүкіл шаруасын бәрін тастап осы бас шаһарға келіп тұр. Ертең жиналысқа баратынымызды айтамыз. Сабыр түбі сары алтын дейді. Бүгін машинамыз тұра тұрсын, ертең бүкіл құжаттарымыз түгендеп келіп алатынымыз белгілі. Енді осы жерде құрметті үкімет билік өкілдері, сіздердің құлақтарыңыз алтын сырға. Қазақтың мәселесін шешейік. Заманбек Нұрқаділов ағамыз айтқан сияқты, марқұм, ақылды билік халықтың проблемасымен күреседі, апат билік халықтың өзімен күреседі. Халықтың проблемасымен күресуге шақырамыз да. Осы біздің ертең талаптарымыздың бәрін орындалуын талап етеміз, және осы келіп тұрған азамат бауырлардың бүкілінің шаруасы оңынан шешілуін талап етеміз. Солай ма, құрметті бауырлар? Везде создавали конструктивный диалог. Мы все хотели решать дипломатическим путем. Постоянно везде выпрашиваем кабинеты, актовые залы. До этого дня на протяжении 2 лет нам постоянно предоставляли актовый зал, за что спасибо там некоторым сотрудникам правоохранительных органов, которые организовывали нам это. Но в последнее время, чем ближе мы уже к развязке по утильсбору, вот такие препоны постоянно у нас происходят. То есть не хотят, определенные лица не хотят, чтобы мы дошли, то есть то, чтобы мы решили вопрос утильсбора, то, что народ уже фактически весь на взводе, все готовы бороться с утильсбором и первичной регистрацией с этими поборами. Сейчас уже все блогеры, СМИ, журналисты, депутаты, все абсолютно уже об этом говорят открыто, то есть уже разрешили им всем об этом говорить. Если на протяжении 4 лет группа движения «Нет утильсбору» говорили это только на своей площадке, теперь это говорят уже все, абсолютно все, разрешили всем. И уже понятно, что конец всего этого уже близок. И ближе к этому нам не дают возможности для нормальных переговоров с ними. Они всячески пытаются, везде ставят нам подножки и всячески пытаются вывести людей на улицы. Но мы так поступать не будем. Мы в цивилизованном обществе живем. Мы не будем народ на улице выводить. Мы будем разговаривать у вас в кабинетах. Хотите вы этого или нет?